Ондай шапалақ керек емес ем, қаттай емеспін өзім. Ассалаумағалейкум деп сәлемдестім, сәлемсіз сөз бастана сәлемдешкім. Алланың қақ жолды пиланғандар, пайғамбардың сөзін еланғандар. Баршаңызға осылай сәлем беремін. Мен неге сөзімді былай бастадым? Жүргенде 3 тамада отыр. Неге олай бастамасқа? Неге мынандай костюм шалбар киіп шықтым? Жүргенде 3 тамада отыр. Мен басқа амал таппағаннан солай шықтым. Мен бүгін өте күшті зат қозғаймын деп ойлап шештім өзім. Тоқаевтан кейінгі екінші адамдар абу бандиттер туралы. Абушкалар. Олар енді 14-каны сот кісі жүгіріп барады. Андай қолдарына тас тиіп ұстап алады, электрон тас тиіп. Оны баспайды. Еще сол қолмен темекі шегетіндері бар ғой. Енді мынау ең ашитын кезі болады ғой мынау. Қазақтың ата-бабаларының кезінен қалыптасып келе жатқан ассалаумағалейкум деген сөзді былай. Ассалаумағалейкум, рахматулла. Еще қолын бермейді ғой былай. Былай жарты қолымен тұрады. Сол жақпайды маған вообще. Еще андайлары болады. Былай өзім телефон контактісіне достарына ақыреттік бауырым, ақи деп қоятын. Шау қыздарым, аманатым, жәннатым деп қояды. Еще арасында Айнұр хата дейтін де бар. Енді мынау Егеркөтек ағамыз маған сөздің соңына бір мораль керек деді. Ол не кетті білейін ғой. Енді менен сіздерге бір мораль болсын. Мораль это такова, толпой каждая жильва. Рахмет. Thank you.